Баршаңызға сәлем. Бүгін біз мясо по-французски жасайтын боламыз. Бізге керегі фарш, сиырдың фаршымен де 300-400 грамм. Одан соң бір пиязымызды үлкен 4 пішті қылдырып турап аламыз. Өте оңай және тез жасалады. Одан соң картошкамызды турап аламыз. Өте жіңішке қылдырып. Мінекей осындай соломка жіңішке қылдырып. Осылай барлығын турап шығамыз. Одан соң 2 помидорымызды жіңішке қылдырып турап қоямыз. Турап алдық. Одан соң противинді майлаймыз. Майлаған соң кезек-кезекпен салып шығамыз. Бірінші картошкамызды естіп салып шығамыз. Одан соң фаршты саламыз. Менде алдын ала фаршыма тұзымды, бұрышымды қосып қойған. Фарштан соң пиязымызды саламыз. Майонез жағамыз бетіне. Кішкене сочный болу үшін етімізге тұз бұрыш қосқаннан соң бір 30-40 граммдай су қосып алсаңыздар болады. Бұл кезде сочный болып, күшті болып шығады. Екінші слой картошканы салдық. Тұз септім. Қалаған приправаларыңыз себуге болады. Одан соң бұрыш қостым үстінен. Одан көп емес майонез жағып аласыздар. Ең үстіне помидор саламыз. Енді осыны духовкаға саламыз. Духовкада 200 градуста 50-60 минут пісіреміз. Ол піскенше бетінен себетін сиырымызды теркадан өткіземіз. Мінекей дайын болды. Енді бетіне сиырымызды себеміз. Сиырымызды сепкеннен кейін қайтадан 5-10 минутқа духовкаға саламыз. Міне духовкадан шықты. Өте сочный болып пісті. Өте ерекше, өте дәмді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шықты. Және өте дәмді. Жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Рахмет.